Ал қадірменді ағайын, сіздермен Бақара сүресінің алғашқы 5 аятын тажвид ережелеріне сай практикалық тұрғыдан талдаймыз. Енді бұл жерде мынандай мәселені бір ескере кетейік ағайындар. Бұл тажвид қағидалары, ережелері аяттарда, сүрелерде қайталанып келгендіктен, бір аятта немесе бір сүреде тоқталған ережемізге келесі аятта немесе келесі сүреде мүмкіндігінше тоқтамауға тырысамыз. Сол себепті сіздер әрбір аяттың, әрбір сүренің талдауына өте мұқият болыңыздар. Ал кеттік онда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл жердегі ережелердің бәрі түсінікті деп ойлаймын. Алдыңғы сүреде Фатиха сүресінде біз тоқталдық. Алиф лам мим. Бұл алиф лам мимді сіздер естеріңізде болса, біз мәтті лазым деген тақырыпта өткен кезде харф мухаффафа, харф мусаққала деген тақырыпта қарастырған болатынбыз. Яғни ауыр әріп және жеңіл әріпте. Яғни бұл әріптер Құранның басында осылай келеді және осылай оқылады. Және де бұларды мәтті лазым болғандықтан мынандай белгіні біз соңғы уақыф тақырыбында өткенбіз. Мынандай белгі болатын болса, бұл созуды білдіреді деп. Яғни 2-ге, 4-ге, 6-ға созуды білдіреді. Бірақ бұл жерде енді бұл мәтті лазымның тақырыбына кіргендіктен мәтті лазымды біз 6-ға созамыз дегенбіз. Және де мынау алиф лам деп лам әрпі миммен аяқталғандықтан, одан кейін мим келгендіктен екеуінің қосылып шаддалануын біз ауыр әріп харф мусаққала деген болатынбыз. Одан кейін мимді талдаған кезде мим деп мим әрпі миммен басталып сукунды миммен аяқталады ғой, егер талдап оқыған кезде. Сол сукунды миммен аяқталуын жеңіл әріп харф мухаффафа деп атаған болатынбыз. Яғни бұл жердегі негізгі сіздерге білу керек нәрсе, бұл екеуін 6-ға созамыз. 6-ға созып ләмді де мимді де 6-ға созып аяқтаймыз. Енді кеттік ары қарай. Заликал китабу ла райба фих. Мына жерде ережелердің бәрі түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерде біз соңғы уақыф тақырыбында мына 2 белгіге тоқталған болатынбыз. Яғни Құран кәрімде осындай 2 белгі келсе, сіздер оның біріншісіне тоқтаған жағдайда екіншісіне тоқтамайсыздар. Мәселен, заликал китабу ла райб деп тоқтасаңыздар, онда келесіне тоқтамай фихи худан лил муттақин деп оқып кетесіздер. Ал егер екіншісіне тоқтаған жағдайда екіншісіне, онда біріншісіне тоқтамайсыздар. Мен жаңа екіншісіне тоқтадым, біріншісіне тоқтамай өтіп кеттім. Заликал китабу ла райба фих. Енді тоқтаған жағдайда бұл жерде не істейміз? Мына фихтің харакаты сукунға айналады дағы, бұны мәтті артқа айналдырып 2-ге, 4-ге, 6-ға созуға болады. Енді кеттік ары қарай. Худан лил муттақин. Бұл жерде де мәтті арт. Енді мына жерде қараңыздар, мына біз айттық, егер шаддаға түсетін кезде өзі Құранда былай көрсетіліп қояды, шадда әрпі. Енді біз мына жерде идғам деген тақырыпты өттік. Идғам өзі идғам биғунна, идғам биғайри ғунна. Идғам мұрынмен ыңылдап шығатын ғунналы әріптер бар. Идғамның ол вау, я, нун және де мим әріптер. Және де идғам мұрынсыз, мұрыннан ыңылдап шықпайтын 2 әріп бар, ол ләм мен ра дедік. Енді ол идғам әрпі сукунды нун және тәнуинға байланысты ереже болатын. Яғни сукунды нун немесе тәнуиннен кейін идғам әріптерінің бірі келетін болса, сукунды нун мен тәнуинді сол әріпке қосып, келесі әріпті шаддалы қылып, мұрынмен немесе мұрынсыз оқимыз дегеніміз. Енді бұл жерде идғамның мұрынмен ыңылдап шықпайтын ләм әрпі кеп тұрғаннан кейін бұл жерде ашық оқылады, бірақ қосып оқимыз. Худан лил муттақин, яғни худан деген кезде тәнуин н-мен аяқталады ғой, соның соңғы н-сын ләмға қосамыздағы худан лил муттақин деп ланы шаддамен оқимыз. Енді кеттік. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Енді біз айттық, уасыл хамза сөздің басында келсе ә болып оқылады. Егер ешқандай бір белгісі келмесе, хамзаның астына кәсірасы немесе жаңағыдай дамма келмесе. Енді мына жерде юминун біз хамзаның ережесін өткен кезде айтқанбыз. Хамзаның ережесі хамза келіп оның үстінде сукун тұратын болса, ол ю деп кішкене қаттырақ, яғни сосын барып тоқтаймыз, яғни ю деп тоқтап оқимыз.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما. Енді as-salata деген кезде біз мәтті табиғида өткен болатынбыз. Фатхалы әріп келіп, одан кейін вау мен я әрпі келсе, жаңағыда ешқандай белгісіз сукун, фатха, кәсра, даммасыз келсе, және оның үстінде мынандай белгі мәттің белгісі тұрса, алдындағы әріптің харакатымен, яғни әғып соза беретіндігімізді айтқанбыз, екіге созамыз, иә. Ва юқимуна салата, иә, салавата деп емес, салата деп алдыңғы әріптің фатхасымен созамыз. Ва юқимуна салата ва мимма разақнахум юнфиқун. Енді мына жерде тағы бір ереже бар. Мына жерде мәтті көріп тұрсаң, нә деп созамыз. Енді мына жерде бізге жаңадан келіп тұрған ереже бұл қалқала ережесі. Білесіздер, бә, жим, қаф, кәф, та әріптерін біз қалқала жасайтындығымыз айтқанбыз. Яғни ол сукунды болып сөздің ортасында немесе соңында келетін болса, розаққа деп тербетіп оқитынымызды айтқанбыз. Және де сөздің ортасында келсе, соңында келсе, оның күшейтіліп, күшейтпеуіне қатысты өткен болатынбыз. Сол ережелерге тағы бір оралып қарап алыңыздар. Демек, мына жерде қафқа біз қалқала жасаймыз. Розақнахум юнфиқун. Енді мына жерде тағы бір ереже келіп тұр. Сукунды нун және танвинға байланысты ереже. Бұл ихфа ережесі, иә. Біз айтқанбыз, сукунды нун, немесе мына жерде сукунды нун келіп тұр, несі нүктесі қойылмаған. Яғни сіздер оны біліп отырасыздар. Нун жалғыз өзі келген кезде, демек ол сукун. Ешбір белгісіз келген кезде. Біз айтқанбыз, сукунды нун немесе танвиннен кейін ихфа әріптерінің бірі келетін болса, ихфа әріптерінің бірі келетін болса, яғни ол 15 әріп, 15 әріптің бірі келетін болса, нунды толық оқымаймыз, жеткізбей, ыңға қартай жақындатып оқимыз. Юнфиқун, юнфиқун, яғни юн деп нығып оқымаймыз, юнфиқун деп оқимыз. Кеттік ары қарай. Валлазина юъминун. Тура мына жердегі ереже. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Енді мына жерде бізге жаңа тағы бір ереже келіп тұр. Бұл біз мәтті мұттасыл және мәтті мұнфасыл өткен болатынбыз. Мәттің созылу себептері хамза дегенбіз, сукун және хамза. Енді мына жерде хамза әрпі келіп тұр. Мәт әрпінен кейін хамза әрпі келсе, біз айтқанбыз мәт әрпін созамыз деп. Және де мәтті мұттасыл мен мәтті мұнфасыл өттік. Мәтті мұттасыл екі бөлек сөзде келеді. Яғни бірінші сөзде мәт әрпі келеді, одан кейін созу себебінен болған хамза келетін болса, онда мәт әрпін созамыз. Яғни оны созуды 2, 4, 6-ға болатындығын айтқанбыз. Яғни біз айтқанбыз, осы мәтті мұттасылды екі бөлек сөзде келетін мәтті 2-ге созып үйренген абзал деп. Яғни бұл жерде еміне екі жерде де мәтті мұттасыл келіп тұр. Бұл екеуінде 2-ге созғанымыз абзал. Яғни Құран оқыған кезде шаршамаш үсін. Жарай ма? Одан кейін мына жерде унзила дегеннен кейін сукунды нун, одан кейін за әрпі келіп тұр. Бұл да жаңа ихфа болады. Мына жердегі сияқты, юнфиқун деген сияқты унзила деп оқисыздар. Яғни мынаны созып келіп, мына жерде ихфа жасайсыздар. Мына жерде де тура сондай мәтті мұттасыл 2-ге созып, унзила деген кезде мына жерде ихфа жасайсыздар. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Яғни тоқтаған кезде мына жерде сукунға айналдырып жібереміз, тоқтамай соңына дейін оқысаңыздар да болады. Енді ары қарай кеттік. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Мына жерде екі мәт келіп тұр, мына жерде, бірақ сіз мына жерде тоқтаған кезде сукунға айналғандықтан бұл мәт артып болады дағы 2-ге, 4-ге, 6-ға созуыңызға болады. Және айтқанбыз, басында аятты бастаған кезде қалай қаншаға созып бастайсыз, соңына дейін солай созасыз деп. Енді мына жерде وَبِالْآخِرَةِ, мына жерде алиф хамза келіп тұр, фатхалы болып, одан кейін алиф әрпі келіп тұр. Яғни ля мен алифтің ортасында келіп тұрғандықтан хамза, одан кейінгі мына алиф әрпі хамзадан кейінгі
соңына шығып тұрғандықтан бұл жерде хамзаны екіге созамыз, хамзаның харакатын, иә. Ва бил ахирати хум юқинун. Енді кеттік ары қарай. Улаика ала худан мир раббихим. Енді мына жерде мәтті мунфассыл келіп тұр. Мына жерде екі бөлік сөзді келген кезде мәтті муттасыл дедік қой. Енді мына жерде созу себебі хамза, және мәт әрпінің созылуы, мінекей. Мына жерде мәт әрпі бар, иә. Біз айтқанбыз, мынандай сызықша тұрса, бұл мәт әрпінің бар екенін білдіреді деп. Демек, мына жерде мәт әрпі келіп тұр, міне сызықшамен көрсетіліп қойған, және созу белгісі келіп тұр. Одан кейін хамза келіп тұр, және екеуі бір сөзді келгендіктен бұны не 4-ке, не 6-ға созамыз. Мен өзім 4-ке мәтті мунфассылды 4-ке созуға дағдыландым, өйткені Құран оқыған кезде 4-ке созу, мәтті муттасыл 2-ке созу дем тұрғысынан өте жеңіл. Демек, бұл жерде 4-ке созамыз. Одан кейін тағы бір белгі тұр. Біз уақыф белгісін өткен кезде мына домалақ белгіні өткен болатын. Яғни қандай да бір әріптің үстіне мына домалақ белгі келсе, бұл әріптің оқылмайтындығын білдіреді. Сол себепті сіз мына хамзадан бірден ләмға түсесіз. Улаика 4-ке созып барып хамзаға түсесіз, мына жерде. Мына жерде бірден ләмға түсесіз. Улаика ала, яғни ала деген кезде мына жерде салата дедік қой. Мына жерде де ала, яғни фатхалы әріп келіп, одан кейін я, және де вау әріптері ешбір харакатсыз келіп, және олардың үстіне мынандай сызықша тұрса, онда алдындағы әріптің фатхасын бірге созып оқи береміз деп айтқан болатынбыз. Енді алдындағы әріптің фатхасын 2-ке созамыз. Мына жерде алиф бар секілді. Улаика ала худан мир раббихим. Енді мына жерде 2 идғам келіп тұр, көрдіңіздер ме? Сукунды нун және тәнуиннен кейін идғам әріптері келетін болса, мына жерде мим келіп тұр. Және Құранда бір жеңіл тұсы, сіздерге бұл жерде шаддамен түсетін түріңізді көрдіңіз бе? Көрсетіп қояды. Ал алдындағы өткен қарапайым жаттығуларда бұндай жоқ еді. Құранда көрсетіп қояды, яғни мына тәнуиннен сіз мимға, және де бұл ғуннамен оқылады, мұрынмен, иә. Өйткені бұл идғам би ғунна, мұрынмен ыңылдап шығатын әріптерге жатады, мим әрпі. Худан, кішкене мұрынға апарасыз, мұрынмен ыңылдап. Худан мир раббихим. Мына жерде де сукунды нуннан кейін идғамға жататын ләм мен ра әрпі, екі мұрынмен оқылмайтын екі әріптің расы келіп тұр. Демек, бұл жерде де қосасыз, бірақ бұл жерде мұрынға апармайсыз. Мына жерде мұрынға апарасыз. Худан мир раббихим. Ва улаика хумул муфлихун. Мына жерде де мінекей мәтті мунфассыл келіп тұр. Мінекей Бақара сүресінің талдауы осындай. Қадірменді ағайын, келесі сабағымызда келесі сүрелерге тоқталатын боламыз. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.